Қалыпты атмосфералық қысымда қайнап жатқан су қыздырғыштан 690 килоджоуль жылу алды. Пайда болған су буының массын табыңыз. Берілгені. Жылу мөлшері бізде 690 килоджоуль. Кесте бойынша меншікті булану жылуы 2,3 мегаджоуль бөлінген килограмм. Табу керек масса. Талдау. Q бізде ол R көбейту M. Бұдан масса табу үшін жылу мөлшерін бөлеміз меншікті булану жылуына. Шешуі. Масса тең болады кило деген 10-3 дәрежесі джоуль. Мега деген 10-6 дәрежесі джоуль килограмм. Калькуляторын бөлеміз 0,3 килограмм шығады. Жауабы 0,3 килограмм бу пайда болады. Температурасы -20-да алынған масса 3 килограмм мұзды 100 градуста буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? Берілгені. Т1 бізде -20 градус. Масса бізде 3 килограмм. Так, Т2 бізде 0 градус. Яғни 0 градуста балқиды ол. Т3 бізде 100. Булану үшін. С1 бізде мұздікі 2100 деп жазамыз. Джоуль килограмм градус. Судікі меншікті жылу сыйымдылығы 4200 джоуль килограмм градус. Келесі бізге лямбда. Мұздікі 330 килоджоуль килограмм. Келесі бізде меншікті булану 2,3 мегаджоуль килограмм. Табу керек. Жалпы жылу мөлшері. Талдау. Q1 ол бізде CM Т2 азайту Т1. Q2 бізде ол лямбда мұзды ерітеміз. Q3 суды қыздырамыз 100-ге дейін Т3 азайту Т2. Q4 бар бізде. Буландыру. Сосын барлық Q-ларды қосамыз. Q1, Q2, Q3, Q4. Сонда жалпы жылу мөлшері шығады. Шешуі. Әрқайсы мәндерін тауып алайық. Сан мәндерін қоямыз. Калькулятормен есептейміз. Q1 бізде ауызшада есептеу болады, жеңіл есептерді. 6320 көбейтесіне 126 000 джоуль болады. Q2 бізде лямбда деген 330 000 көбейтеміз 3-ке. Бұнда да ауызша есептеу болады. 990 000 джоуль. Q3 С бізде 4200, масса бізде 100 азайтамыз 0 градус. Сонда 4200 3-ке 100-ге көбейткенде бізде 1 260 000 джоуль шығады. Q4 буландыру 2 300 000-да көбейтеміз 3-ке. Сонда 6 900 000 джоуль шығады. Енді осы пайда болғандардың барлығын қосамыз. Тез есептеу үшін калькулятор қолдану болады. Осы қосынды біздер жоқтаймыз 9,3 мегаджоуль болады.